Сіз бір рет болсын ойланып көрдіңіз бе? Неліктен маған спорт залға баруға, дұрыс тамақтануға, тіпті жұмыста не мектепте қарқынды жұмыс істеуге мотивация жетіспейді? Маған жетіспеген мотивацияны өзге адамдар қайдан алады? Әрине, сіз олардың құпиясын білгіңіз келеді. Елестетіп көріңізші, сіз төсекке таңылған қарт адамсыз. Айналаңызда медбикелер, дәрігерлер, жақындарыңыз, барлығының көзі сізде. Сол уақытта балаңыз қасыңызға келіп, әке, өміріңізде өкінішке толы кездер болды ма деп сұрайды. Сіз басыңызды бұрып, төбеге қарайсыз. Ішіңізде бір түрлі сезім пайда болады. Кенеттен сіздің бөлмеңіз қараңғытып, өміріңіз көз алдыңыздан зырғып өте шығады. Сіз балалық шағыңызды, үйленген күніңізді, тіпті балаңыздың алғаш мектепке барған кезін еске аласыз. Бірақ кейін сіз өміріңізде жасағыңыз келген көп нәрсені, барыңыз келген көп жерлерді және пайдасыз дүниеге құртқан алтын уақытыңызды еске аласыз. Сіз өзіңізге, кезінде қалағанымда Еуропаны аралап шықсам ше, кезінде спортпен шұғылданғанда мен қалағандай дене бітімі болар ма еді? Өзім қаламайтын жұмыстан шығып жеке кәсібімді ашқанда не болар еді? Деген сұрақтар қоясыз. Не болар еді егерде? Бұл сөздер қартайған шағыңызда өзегіңізді өртейтін, өкініш дейтін сезімге алып келеді. Бұл сезімнен құтылатын жалғыз жол, ол теңізде жүзіп жүрген қайық сияқты еркін, өз өміріңмен өмір сүру. Көптеген адам табыстың кілті еңбекте, тәртіпте, алға мақсат қоя білуде деп айтары сөзсіз. Бұл әрине дұрыс. Алайда, қайықты алға қарай қозғалтатын оның мықты желкені немесе жақсы басқармалы рөлі. Бірақ та, егерде нақты баратын жеріңізді, қайда барарыңызды білмесеңіз, қайықтың кез келген толқыннан кедергіден өтуі және кез келген дауылға қарсы тұра алғанның ешқандай пайдасы жоқ. Қазір көптеген адам өмірді не қалайтынын білемін деп ойлайды. Және олардың жақсы жалақылы жұмыста жасақсы, зәулім үйде отбасымен бірге және астында қымбат көлік болғанын қалайды. Алайда, бұл сипаттап жатқан өмірдің көп бөлігі олардың өмірі емес. Бұл олардың ата-аналары, достары таңдап берген өмір. Бірақ өз өмір жолыңды өзің таңдамағаннан артық жаман нәрсе бар ма? Себебі барыңа қанағат ету өзіңнің қалағаныңа қол жеткізуге қарағанда әлде қайда оңайырақ. Егерде өкініш деген жайсыз сезіммен өмірден өткіңіз келмесе, қазір нақты не қалайтыныңызды шешу қажет. Оның жалғыз ғана жолы өзіңмен өзің болу. Егер қымбат көлік мініп, үлкен үйде тұрғыңыз келсе, мұнда қазірден бастаңыз. Бірақ бәрінен де қиыны ол басқалар не ойлайды деген ойдан арылу. Егерде сіз ата-анаңыз қарапайым жұмыста жасайтын отбасыда дүниеге келсеңіз, олардың ізімен жүрмеймін деп айту өте қиын. Себебі олар сенен уақытылы айлық беріп тұратын, оларға ұнайтын жұмыста жасағаныңызды қалайды. Бірақ бұл қорқыныштың сізді тоқтатуына жол бермеңіз. Себебі бұл өмір тым қысқа. Жасаған әрекетіңізде мотивация ала алмасаңыз, бір сөзді еске алыңыз. Ол өкініш. Қазір жасамасаңыз, қартайғанда өте кеш болады. Елестетіңіз, көп нәрсе жасағыңыз келеді, бірақ тым кеш. Себебі сіз қартайып қозғалатын жағдайда емессіз. Көп затқа өкінесіз. Сіздің бойыңыз, бет-әлпетіңіз қандай екені, ақылдылығыңыздың ешқайсысы маңызды емес. Сонымен, өз өмірің өз қолыңда. Бір нәрсе жасап өкінген, кезінде неге жасамадым деп өкінгеннен әлі де қайда жақсы. Тек қалағаныңызға қол жеткізу үшін өзіңізге сенімділік пен құлшынысыңыздың болғаны маңызды. Және бұл сапарды бастау әлі де кеш емес.